Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897-1961. Қазақ халқының ұлы жазушысы, белгілі қоғам қайраткері, қазақ кеңес әдебиетінің негізін салушылардың бірі. 1928 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің тарих-филология факультетін, 1930 жылы Ташкенттегі Орта Азиялық мемлекеттік университетінің шығыс факультетін түркітану кафедрасын аспирантурасын тәмамдаған. Мұхтар Әуезовтың алғашқы еңбектері халықтың мәдениетінің, педагогикасы мен білім берудегі ортақ мәселелеріне арналған. Мұхтар Әуезов өмірінің біраз жылдарын жастарға білім беруге, тәрбиелеуге арнаған. Ол қазақ әдебиеті бойынша дәріс оқыған тұңғыш қазақ профессоры. Мұхтар Әуезовтен бай шығармашылық мұралар қалды. Олар көркем шығармалар, оқулықтар мен мақалалар. Ең танымалысы Абай жолы романы. Писатель, ученый-педагог, один из основоположников казахской советской литературы, известный общественный деятель. В 1928 году окончил историко-филологический факультет Ленинградского университета. В 1930-м аспирантуру кафедры тюркологии Восточного факультета Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. Первые работы Мұхтара Әуезова посвящены общим вопросам культуры, педагогики и просвещения народа. Мұхтар Әуезов многие годы жизни отдал обучению и воспитанию молодежи. Он был первым профессором-казахом, читавшим лекции по казахской литературе. Мұхтар Әуезов оставил богатое творческое наследие, художественные произведения, статьи, учебники. Наиболее знаменитый его роман «Путь Абая».